Бүгін елбасының қатысуымен жалпыұлттық телекөпір өтеді. Онда индустриялық инновациялық бағдарламаның екінші 5 жылдық аясында атқарылған жұмыстар қорытындыланады деп күтілуде. Нұрсұлтан Назарбаев онлайн режимде еліміздің түкпір-түкпірінде орналасқан ондаған кәсіпорындарды іске қосады. Шара аясында отандық өнімдердің көрмесі ұйымдастырылады. Айта кетейік, индустрияландыру картасы аясында соңғы 6 жылда 900-ге жуық жоба жүзеге асқан. Оның 70% толық қуатына көшкен. 74 өндіріс 30-40%-ға ғана күш алды. Ал 21 нысанның жұмысы әзірше тоқтап тұр. Осы бағдарламаның екінші 5 жылдығы қазір іске асып жатыр ғой. Сол қазіргі экономикалық күрделі жағдайға байланысты бағдарламаға өзгерістер енгізілетін болады, сол өзгерістер талқылайтын болады. Мысалы, алғашқы 5 жылдықта бізде басымдық берілген салалардың саны көбірек болған, 12 болған. Қазір осы басымдық берілген салалардың саны азаяды. Негізі 8 сектор ғана қалады. Сол 8 секторға қандай мемлекеттің тарапынан қолдау көрсетілу керек, қандай механизмдер бар, бизнеске не қажет. Бүгінгі күрделі экономикалық жағдайда оларды қолдау үшін қандай да бір шаралар қолдану керек, ол нақты қандай шаралар болу керек. Осы мәселелер талқыланады және ол бағдарламаға енгізіліп, содан кейін жұмыс ары қарай жалғасатын болады.